Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен осындай пеште пісетін, жұп-жұмсақ, сондай дәмді болып пісетін пирожкидің рецептісіменен бөлісемін. Бұның салмасын өз қалауларыңызша жасауға болады. Мен сіздерге 3 түрлі салмаменен жасап көрсетемін. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ және де кез келген дастарханның сәнін ашатынына сенімдімін. Пирожкиді жасау үшін бізге 1 стакан жылы су, біздің 1 стаканымыз 200 грамм шығады. 1 стакан жылы сүт, үстіне 1 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, қатты толтырмай саласыздар тұзды. Қосып, осыларды жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне 2 жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын бөлек алып қаламыз. Ол бізге пирожкиді пешке салардың алдын бетіне жағуға керек болады. Және де 1 ас қасық ашытқы, яғни дрожж қосамыз. Кішкене араластырғаннан кейін 3 стакан, яғни 200 граммдықтан 3 стакан ұн қосып араластырамыз. Осы кезде қамырымыздың үстіне жарты стакан сұйық май қосамыз. Және де қалған 3 стакан ұнды тағы қосып араластырамыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап тұрып илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығу керек. Артық ұн қоспаңыздар, қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып 40 минутқа жылы жерге қойыңыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнаса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда жаңа рецепттер сіздерге келіп тұрады. Енді осы 2-ге бөлген қамырымызды әрқайсысын 8 бөлікке бөліп аламыз. Енді осы күлшелерімізді домалақтап, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Енді әрбір күлшені осындай кішкене сопақшалау етіп жайып шығамыз. Мен 3 түрлі салмаменен дайындаймын. Біріншісі пиязбенен 40 қабат қуырылған, екіншісі картоппенен пияз қуырылған, және үшіншісі кішкентай шұжықтардан дайындаймын. Әрі қарай дәл видеодағыдай жасаймыз. Қамырымыздың ортасына салмамызды салып, ашылмайтындай етіп, жақсылап тұрып бүгеміз. Қатты сопақша болып кетпесін, қатты ұзын да болып кетпесін, орташа етіп, әдемі етіп қалыпқа келтіреміз. Шұжығымызды орап шығу үшін осылай алып,
ақырындап тұрып ораймыз. Ашық тұрған жерлерін орап шығыңыздар. Сонда бір-бірінің үстіне қатты килікпей, қатты үлкен болмай, әдемі қалыпта пісетін болады. Дайын болған пирожкидің бетін бағанағы жұмыртқаның сарысыменен жағып шығамыз. Жоғарыдағы менде капустамен, яғни қырыққабатпен болғандықтан мен пышақпенен кішкене тілгілеп өзгешелеу еттім. Міне менде пирожкилер дайын. Салмасына кез келген салманы пайдалануға болады. Менде барлығы 16 дана пирожки шықты. Жоғарыда менің инстаграм парақшам жазылып тұр. Қаласаңыздар, менің инстаграм парақшама жазылып қойыңыздар. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ол мен үшін маңызды. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.